Қарағандыдағы Абай шахтасындағы болған жарылыстан өкінішке қарай 6 адам көз жұмды. Олардың есімдері дәл қазір біздің экранда. Абай шахтасында қаза тапқандар: Шмидт Виталий Владиславович, Скитченко Николай Николаевич, Абдуллин Наиль Рамилевич, Супрунов Алексей Алексеевич, Краус Сергей Юрьевич, Корниенко Сергей Анатольевич. Ең жасы 87 жылғы азамат, ұңғымашы және 90 жылғы кенші азаматтарымыз бар. Осы тұста марқұм болған кеншілердің отбасыларына арнамыздың атынан көңіл айтамыз. Қымбатты көрермен, түсінген боларсыздар, бүгінгі тақырыбымыз дәл осы Абай шахтасындағы жарылысқа байланысты болмақ. Бүгінгі күн тақырыбы бұл: кеншілер қауіпсіздігі неге қамтамасыз етілмей келеді? Осы мәселені студиямызға скайп арқылы қосылатын спикерлерден, оның ішінде шахтерлар, кеншілер болады, солардан сұрап білетін боламыз. Енді әрқайсына рет-ретімен тоқталатын болсақ, Абай шахтасындағы төтенше жағдайдан кейін Қарағандыдағы барлық өнеркәсіптік кәсіпорындар тексерілмек. Ал қазір ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы 8 шахтасында осындай тексерістерді бастап кетті. Өңір басшысы Жеңіс Қасымбек қала және аудан әкімдеріне облыстың өндіріс ошақтарындағы еңбек қауіпсіздігін жаппай бақылау туралы тапсырма берді. Ал қайғылы жағдайдан соң марқұмдардың жақындары біздің арна тілшілеріне эксклюзивті сұхбат берді. Олардың пікірі мұндай оқиғаның болуы айдан анық болды дегенге саяды. Жақындарынан айырылып қалған жандармен кездесіп қайтқан өңірдегі тілшіміз Айман Сағатай дәл қазір бізбен тікелей байланысты. Айман, сонымен соңғы сағаттарда кеншілер туыстарымен хабарласып үлгерген бе? Жалпы қандай ақпаратың бар? Қайырлы күн, Ануар. Қабырғамызды қайыстырған оқиғаға байланысты қаза тапқандардың туыстарын табу оңайға соққанымен олармен тілдесу қиын болды. Бірі табалдырықтан есіктерін тарс жауып, реніштерін білдірді. Бұл әрекет айтпаса да түсінікті екені мәлім, алайда Виталий Шмидттің жұбайы кешегі оқиғаны айтып беру үшін бізге келісімін берді. Мына сөздер бізді елең еткізді. Бірге тыңдайықшы. Какая разница, жаловался, не жаловался, человека нету, мне его никто не вернет. А что, где творится, все прекрасно обо всем знают. И лишних слов я не хочу больше говорить. 42 жастағы көз жұмған Виталийдің артында 2 баласы қалды. Марқұм Абай шахтасында 2014 жылдан бері қызмет етіп келген екен. Кеше таңертеңгілік 7-лер шамасында жер астына түскен, ал 8:30 шамасында метан газы тарағаны жайлы хабар тараған. Дәл осы уақытта Виталиймен бірге тағы да 7 кенші бірге болған, оның 2-і аман қалды деген ақпарат шыққанда Виталийдің жұбайында бірі күйеуім болар деген үміт оты жарқ еткен. Алайда, когда я увидела то, что сказали, 2 спасли, я думала, это его. Мы думали, он живой. Потом уже узнала, что это не он. Потом я думала, его просто не вытащили еще, что он там под завалом находится. Потом Черномаз вышел и озвучил список погибших. Ал 29 жыл өмірі осы Абай шахтасында өткен Николай Скитченконың бақилық болған көшілері бізден естіді. Кеше ғана көліктеріміз қатар қойылып шүйіркескен едік деп күрсінген марқұмның көршісі оны былай еске алады. Вот машина. Мы постоянно частенько на лавочке сидим с ним. Міне, оның көлігі. Күнде есік алдындағы орындықта бірге әңгімелесетін едік. Ол ауған соғысына қатысқан еді. Зейнетке шығуына аз ғана қалып еді. Оның осылай шахтада өмірі қиылатынын кім білген? Сене алмай тұрмын. Ануар, қайтыс болған кеншілердің денесі ертең жер қойнына тапсырылады деген дерек бар. Қара жамылған әр отбасыға ArcelorMittal компаниясы марқұмдардың 10 жылдық жалақыларын өтемақы ретінде төлеуі тиіс. Дегенмен ол қаржы көз жұмғандардың орнын толтыра алмайтыны анық. Қазір оқиға орнында арнайы құрылған комиссия тексеріс жүргізіп жатыр. Бүгін бақилық болған дарға министрдің өзі бармақшы. Төтенше жағдайлар және еске сала кететін Ануар, дәл осы шахтада 2008 жылы 30 кенші
қаза болған еді. Сонымен қатар бүгін облыс басшысы 8 шахтаға тексеріс жүргізуін қадағалауын бақылап тапсырған еді. Алайда барлық көмір шахталары қазір жабылуда. Бүгінгі бар ақпаратым осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Айман. Енді қымбатты көрермен, өздеріңіз естігендеріңізде әріптесім Айман Сағатай бұл шахтада бірнеше жарылыс болған. Тіпті бұл шахтада өндірістік кемшіліктер байқалып, шахта жабылу тиіс болған еді. Әрмен қарай осы мәселені анықтауға тырысамыз. Сонымен ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамында, яғни жалпы кен орындарында болған 5 жылдағы апатқа келетін болсақ, жалпы енді дәл қазір біздің әріптестер Қазақстан шахталарында болған соңғы апаттарды келтіріп отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне енді дәл қазір ArcelorMittal Теміртауды беріп отыр. 5 жылда 2016 жылы 2 апат тіркелген екен. 17-те 2 апат, 18 жылы 12 апат бірден. 19 жылы 6, 20 жылы 1 апат, 2021 жылы 3 апат тіркелген екен. 3 апат тіркелген. Енді Қазақстандағы әріптестер, жаңағы графиканы қайта берсеңіздер, еліміз бойынша жалпы қанша апат тіркелгенін дәл қазір көрермендеріміз білуі тиіс, көруі тиіс. Қазақстан шахталарындағы апаттарға келер болсақ, Ақтас шахтасында өрт шыққан, Қазақстан шахтасында жарылыс, метан, трос үзілген, жалпы айта берсек өте көп, 11 адам қаза тапқан 94 жылы, 14, ең көбі 41 адам көріп отырғандарыңыздай. Одан кейін дәл осы 2008 жылы, әріптесім Айман айтып өтті ғой жаңа ғана, 2008 жылы 30 адам бірден қайтыс болған екен. Өте өкінішті жағдай, өте қорқынышты статистика. Сонымен енді дәл қазір осы мәселені көрермендермен бірге талқылауды жөн көріп отырмыз. Әдеттегідей Telegram каналда сауалнама жүргізуді бастап кетті. Бүгінгі сауалымыз шахтерлер қауіпсіздігіне, яғни кеншілер қауіпсіздігіне кен иелері қаншалықты көңіл бөліп жүр. Бірінші нұсқа көңіл бөлініп жатыр, апат айтып келмейді. Екінші нұсқа ескерілуі екталай, апаттардың жылда қайталануы осыған дәлел. Және де өз жауабыңыз. Егерде студиямызға келетін спикерлерімізге нақты қояр сауалдарыңыз не болмаса осы оқиғаға қатысты, жалпы шахталардағы жарылысқа қатысты өздеріңіздің пайымдарыңыз, пікірлеріңіз болса мархабат, уақытым жетіп жатса міндетті түрде оқып өтеміз. Сонымен енді дәл қазір скайп арқылы қосылатын спикерлерімізге кезек берсек, бұл бізде кенші, бұрын кенші болып жұмыс істеген Қайырбек Ілиясов, бұдан бөлек заңгер Жанділда Жақыпов. Қымбат спикерлер, ассалаумағалейкум. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Мынандай суық хабарларды мүмкіндігінше естімей қойық. Енді мынадай мәселе енді. Жылда қозғалатын проблема, шахта, жарылыс болып жатады. Жылда осы оқиға орын алғаннан кейін барып әрекет жасауға тырысамыз. Бұл тек шахтадағы мәселе емес, кез келген жағдайда. Осындай бір апат тіркелгенде, оның алдын алмай, керісінше ол болып қойғаннан кейін барып қозғалуға тырысамыз. Қайырбек аға, сауал сізге. Неліктен жыл сайын, осы қарапайым ғана сұрақтан бастайықшы, басын ашып алайық. Неліктен жыл сайын апаттар саны азаймай тұр? Маман ретінде сіз айтыңызшы, жалпы қауіпсіздік ережелері осы шахталарда сақтала ма? Мен қазір кеншілерді емес, жалпы басшылық тарапынан қауіпсіздік сақтала ма? Осы мәселені сұрап отырмын. Қауіпсіздік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Айта беріңіз. Қауіпсіздік сақталады, бірақ та айтсам екен. Қалай айтқанда анығын, ақиқатын айтыңыз. Қазір не план беріңдер деп, тез деп, план тез орындандар дейді. И оборудованием бәрі ескі ғой. Соны влаживать етпейді новый оборудованияға. Солай деп ойлаймын енді. Проблеманың бір шеті бұл, яғни жаңа құрал жабдықтар жоқ, жоспарды орындап, яғни жаңағы белгілі бір мөлшерге толтыру керек. Сондықтан барлығы асығыс қимылдайды, сәйкесінше осындай шала жұмыстар атқарылады дейсіз бе? Сосын адамдар сокращение жасайды, оптимизация жасайды участоктардың бәрін. Екі участок жасайтындарсе
оны бір участок істейді. Қазір ана оптимизация жасап, естілмей қалды ғой что-то. Естіліп тұрсыз, біз сізді естіп тұрмыз, айта беріңіз. Шахтада бар ғой, ана біздің участок Қаражалда, ана екі участок істейтін нәрсені бір участокқа тығып қойды оптимизацияда. Добычной участок пен ВШТ участок, механизический участок екеуін қосып, солай істейді қазір оптимизация. И адамдар, специалисттер емес, басқа участоктар істей береді сондай. Солай деп ойлаймын. Дәл осы айтқаныңыз жалпы шахтерлардың жұмысына қалай әсер етуі мүмкін? Жаңағы екі участокты біреуісіне қосып қойды дедіңіз. Жоқ, олар солай қосыпты, например, шахтада. Ал екі участок, разный участок істеу керек қой. Олардың жұмыстары басқаша, біреуі механический участок, біреуі добычной участок. Оларды алды да екі участокқа қосып қойды. И сосын солай проблема болады. Ана бір участок үлгермей жатыр бәрін істеуге. Қайырбек мырза, мынадай мәселе, дәл осы Абай шахтасында 2008 жылы жарылыс болып, салдарынан 30 кенші көз жұмған еді. Міне оқиға қайта қайталанып отыр. Бұл тұста кімнің кемшілігі байқалып отыр? Қай жерден кемшілік кеткен? Енді білмеймін, қалай факторлар, человеческий фактор бола ма? Или метан, не болады ғой, датчиктар, метан датчиктар істемей қалды ма, сондай бір нәрсе шығар. 60-таған ба қайда? Ол жақта точно болған жоқ. Жақсы, Қайырбек мырза, кеншілердің мәселесіне тағы қайта келеміз сізге, байланыста болыңыз. Жанділда мырза, сізге сауал. Енді бірден анықтап алайықшы. Кешегі жарылыс болған шахтада 2008 жылы жаңа 30 адам қайтыс болды дедік қой. Жаңа қарағандылық әріптесім Айман Сағатай биылғы жылдың мамыр айында ол жерден өндірістік кемшіліктер табылып, бұл жерді жабу туралы сөз болған екен. Бірақ бұл жерге иелік ететін компания сотқа жүгініп, кемшіліктерді жойдық деп айтып, әрі қарай жұмыстарын жалғастырған. Міне 5 ай болған, яғни. 5 ай бұрын ол жерден кемшіліктер табылған. Енді бұған не дейсіз жалпы? Негізі сөзіңіз, сұрағыңызды мен толығымен түсіндім. Бірінші кімнің Қайырбек мырзаның ойына ой қоспақшымын, содан кейін осы сауалыңызға қайтып келсем. Жақсы. Негізі осындай апаттардың болуының себептерінің бірін айтып кетті. Оборудование, құрал-саймандар ескі болуы мүмкін тағы деп. Сонымен қатар бұл жерде еш уақытта ұмытпау керек адами фактор. Өзіңіз жаңағаныңыз айтып кеттіңіз, жаңағы жүргізуші де оны айтып жатыр. 2008-де тура осындай болған, тура осындай нені анықтап, сілтеме берген кезде олар бәрі дұрыс дегендей жыл жауып қойды деп. Ол неден шығып отыр? Ол сол адами фактордан шығып отыр. Негізі мен заңгер болғандықтан бірден ешқандай диагноз қоя алмаймын бұл жерде. Неден шықты, қалай шықты тағы. Оның бәрін тергеу жұмыстары толығымен жан-жақты біткеннен кейін ғана айтуға болады. Тергеу дәлелдеріне сүйеніп. Сол тергеу барысында анықтаған кезде бізде бір қылмыстық кодексте статьямыз бар, бездействие деген, бездействие. Сол бездействие, яғни әрекет жасамаушылық. Сол кездегі 2008-дегі анықталған қолайсыздыққа байланысты дұрыс емес дегендерге жоқ, бәрі біздің өндірісімізде бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр, ары қарай жұмыс істейміз деген шешім шығарған сол басшылардың іс-әрекетін бағалау керек болып тұр бұл жерде. Егер олардың іс-әрекеттігі бездействие болып танылған жағдайда әрекет жасамаулық, онда олар толығымен жауапкершілікке тартылады. Біздің заңнамамызда бәрі толығымен қарастырылған. Еңбектік ұжымдық шарттарда қарастырылған, еңбек кодексінде қарастырылған, сонымен қатар қылмыстық кодексте, басқа да әлеуметтік кодекстарымызда бәрінде осындай жағдайлардың бәрі қарастырылған. И осы Абайдағы болған оқиғаға байланысты тағы да айтып кетерім, ол комиссияның шешімін күту керек. Сонымен бірге тергеу амалдарының, тергеушілердің, анықтаушылардың жұмыстарының шешімін күтіп қана біз айта аламыз. Жаңағы сіз 2008-дегі жыл жауып қойғанда ол жерде өте заңға қайшы келеді.
анықтап тұрған мынау жұмыс істемей тұрған деген дұрыс жұмыс жасалмай жатқан деген анықтаманы басқаша бұру ол өте дұрыс емес. Енді мына жерде қараңызшы, 6 адамның өмірін қиып отыр. Бұл жерде 5 ай бұрын ғана кемшіліктер табылып, бірақ иелік ететін компанияның бұл кемшіліктерді жойдық, жұмысты жалғастыруға болады деген бір ойының өзі енді өте үлкен қателік болып тұр ғой. Салдар осындай болып отыр. 5 ай бұрын қандай жаза қолдану керек? Бәлкім енді тергеу бұл мәселені де анықтайтын шығар, бірақ дей тұрғанмен де мұндай олқылықтың орын алуына себепкер болған азаматтарды енді осы тұста, мысалы, сот қаншалықты әділ жүргізілді, қаншалықты ашық жүргізілді? Соттар рұқсатын беріп отыр. Негізі жазаның өзі тигізілген қауіп-қатер, тигізілген зақымға сай келу керек. Негізді адамды жазалаудың екі бірдей бағыты бар. Бірінші бағыт, бұдан кейін ондай қылмыстарды, ондай апаттарды болдыртпау. Екінші бағыт, соны жасаған тұлғаны жазалау. Ол жазалау тағы қайталап айтып кетейін, тигізілген жазаға байланысты. Сол жазаның қаншалықты жаман нәтижесі болды, соған байланысты жаза беріледі. Жазаны беретін сот. Оны тергеу емес, оны мынау тексеру комиссиясы емес, жазаны беретін тек сот. Тергеу мен тексеру комиссиясының анықтайтыны, мемлекеттік комиссияның анықтайтыны, ол тек қана осы апаттың шығу тегін, болу тегін, кім не нәрсе оған апарды? Адами фактор ма, әлде оборудование ма, әлде бұрын соңды жыл жауып қойған басшылар ма? Рахмет. Қайырбек мырза, сізге сауал. Мынадай мәселе, жаңа сіз құрал жабдықтар жетіспейді, барлығы ескі дедіңіз. Осындай дүниелерді бұрындары жұмыс істеп келген. Сіз енді қазір кенші болып жұмыс істемейсіз ғой, иә? Жоқ, қазір істемеймін уже. Қазір зейнеттесіз. Жоқ, мен қазір басқа өз бизнесімді ашқам. Жақсы, Қайырбек мырза, қараңыз, енді сол уақыттар жұмыс істеген кезде, мысалы, сіздер кемшін тұстарды айтасыздар. Мысалы, мына жерде белгілі бір дүние дұрыс емес. Мына жерден бір ағындар шығып жатыр. Газ ағындары ма, басқасы. Болмаса, мына құрал жабдықтарды ауыстыру керек деген кезде басшылықтың беретін жауабы көп жағдайда қандай болады? Енді олар ондай жоқ, ақша жоқ деп жүрушеді сондай. Не алу үшін ақша жоқ, материал жоқ деп айтатын. Енді осындай жауаптарға қарап отырсақ... Требования жазамыз. Осындай жауаптарды естіп отырып, Жанділда мырза, не айтуға болады? Мысалы, шахтерлар тарапынан адами фактор деген ойды айттыңыз жаңағы. Мысалы, шахтерлар, қарапайым жұмысшылар тарапынан арыз шағымдар, талаптары келіп түседі басшылыққа, бірақ басшылықтар ешқандай әрекетсіздік, өзіңіз айтып отырсыз ғой, әрекетсіздік. Бұл тұста айта беріңіз. Бір мәселенің ұшы бар. Егер қарапайым жұмыскер болар, кәсіподақ болар, кәсіподақ басшылары болар, немесе жұмыскерлер тобы болар, егер де олар анықтаған жағдайда, құрал сайман деп отыр біздің әріптесім, құрал сайман керек, жаңарту керек деп, соны негіздеп, анықтап, сол ұсынысты жұмыс берушіге беріп, алайда жұмыс беруші, жоқ, бізде қаражат жоқ деп жылы жауып қоюдың өзі, содан кейін тоқтап қалудың өзі ол дұрыс емес. Бұл жерде тағы бір мәселенің ұшы шығып тұр. Көбіміз, бәрімізді айтпай қойын, кейбір тұлғалар өздерінің заңдық құқықтарын білмегендіктен ақша жоқ деген кезде нүкте қоя салады. Жаңағы сұраушылар ше, жұмыскерлер, немесе кәсіподақ, ол өте дұрыс емес. Егер сол құрал саймандар осындай апат қалып келеді бетін аулақ, немесе жұмыс өндіріске керіс әсер етеді, яғни финанстық жағынан тағы, соны анықтап, сол бойынша сараптама жүргізіп, сол сараптаманың қорытындысын жұмыс берушіге беріп,
ол жоқ деген уақытта оны ары қарай еңбек инспекциясына, ары қарай прокуратураға шағымданған жағдайда біз көп нәрсеге жетеміз. Негізі жұмыскерлер ойлайды, біз тек жұмыскерлерміз, екінші тарап жұмыс берушілер. Жоқ, олай емес. Біз мемлекетте жұмыс істейміз Қазақстанда. Қазақстанда жұмыскерлердің жағын құқық қорғайтын құқық қорғау органдары бар, прокуратура, немесе еңбек инспекциясы. Солардың бәрі осы құқықтық қарым-қатынасқа араласады. Сондықтан жұмыс беруші бізде қаражат жоқ деген кезде ой бопты деп айта салудың өзі болады деп қателік. нүкте қоюдың өзі ол дұрыс емес. Жақсы. Өтемақы, төлемақы, мынау пособие деп жатамыз ғой, Қайырбек мырза. Осы тұста шахтерлардың мүддесі қаншалықты қорғалған? Жалпы шахтерларға уақытылы осындай үстемелер уақытылы төленіп отыра ма? Иә, қазір зарплатасы қазір уже жақсы болды, енді қазір төлеп жатыр, бірақ кішкене аздау шахтерлардың. Шахтерлардың жалақысы қанша қазір? И сосын ана қазір енді каждый нелер шахтыныкі разный ғой жалақысылар. Орта есеппен. Қазір мен уже көп болды істемегенде шахтада. Бір 300 мыңдай болатын шығар, средний 200-250 сондай шығар средний зарплата қазір. Бұдан бөлек жаңа Қаражал жақта. Басқаларды білмеймін енді қалай екен. Сосын анау пенсия туралы, анау шахтерлардың пенсиясы, льготный пенсия бар ғой, оны отменить етті. Тоже шахтерлар самый вредный условия ғой шахтаның. Соны көтеру, соның мәселесін көтеру керек шахтер. Қазір, яғни пенсия 50-де бұрын совет уақытта 50-де шығады пенсия. А қазір ондай бәрін отмена жасап, милицияларда ғана, военныйларда ғана сондай. Почему шахтерларда жоқ ондай? Жанділдә мырза, бұған қатысты бір жалпы қандай да бір мәселе қозғауға бола ма? Неліктен расымен де өте ауыр жұмыс атқарып жүр біздің кеңшілер, бірақ зейнетақы мәселесіне келген кезде барлығынан бірдей. Негізі зейнетақысы немесе жұмыстың ауырлығы, жеңілдігі, өте ауырлығы, оның бәрі біздің заңнамаларымызда толығымен қарастырылған. Бұл жерде мына басқа сұрақты көтеруге болады. Нақты біздің ұжымдық шарттарымыз, сол жаңағы осы кенге байланысты, шахталарға байланысты. Ұжымдық шарттарымыз бүгінгі заманның, бүгінгі күннің карантин кезі болсын, осы қазіргі қымбаттау, кішігірім жүріп жатыр тауарлардың. Соған сәйкес келеді ма? Соны қайтан қарастыру керек па? Немесе керек емес па? Соған тоқталып, соған алып келеді мына сұрақтың ұшы. Негізі ұжымдық шартпен бәрі бекітілген, жалақыда, сосын әлеуметтік төлемақыларда қосымша, оның бәрі қарастырылған. Сол қарастырылған нормалар бүгінгі күнге сәйкес келе ме? Әлде де оны шұғыл арада қайта қарастыру керек па? Біреуге 200 мың, 300 мың жетуі мүмкін, біреуге 4 баласы, 7 баласы жетпеуі мүмкін. Өткенде осындай бір кездесуде мен үлкен сұрақтың ұшын көтергенмін. Ол сұрақтың бағыты мынандай. Бір жұмыскердің бір ғана баласы бар. Бір жұмыскердің 7 баласы бар. Бір жұмыскердің 10 баласы бар. Бір жұмыскердің 3 баласы бар. Бірақ айлығы бірдей. Ол неге? Осы системаға біз назар аударуымыз керек. Бір жұмыскерге бір баласымен 200 мың жетуі мүмкін. Екіншісіне жетпеуі мүмкін. 5 баласы бар, 7 баласы бар. Сондықтан айлықтың сұрағы әлде толық шешілді деп мен шешіледі деп те айта алмаймын, шешілді деп те айта алмаймын. Қарастыру керек сұрақтар бізде өмірде өте көп. Соның бірі өзіңіз айтпақшы осы айлықтың жұмыс ақысының көлемі. Егер жаңағыдай пропорционалдық түрде келген жағдайда қайттан қарастыру керек. Себебі тағы да айтып кеттім. Баласына байланысты, жағдайына байланысты, немесе біреудің қолында мүгедек баласы бар шығар. Оған мұндай қаражат тағы жетпейді. Рахмет. Сонымен түсінгеніміздей, Қайырбек мырза бар, Жанділдә ағамыз бар, түсінгеніміздей, бүгінгі таңда шахтерларды қажетті құрал жабдықтармен жабдықтау жөнді жолға қойылмаған. Екінші мәселе бұл ақша мәселесі, материалдық тұрғыдан. Яғни қажетті мөлшердегі жалақы жоқ, бұдан бөлек
қажетті үстемақылар, міндетті төлемақыларды ала алмай келеді. Бұл тағы бір. Енді бұл біз осы хабарымызда біреуді айыптап не болмаса күйе жағу емес. Бізге осы мәселені болдырмау, мейлінше проблеманы шешу. Сонымен біз телеграмдағы сауалнама жолдаған болатынбыз. Мынадай мәселе. Қазіргі таңда шахтерлар қауіпсіздігіне кен иелері қаншалықты көңіл бөліп жүр деген сауалды жолдаған едік. Қазақстандықтардың 18%-ы дәл қазір, нақтылап айтатын болсақ, көрермендеріміздің 18%-ы көңіл бөлініп жатыр, апат айтып келмейді депті. 78%-ы басым бөлігі ескерілу екталай апаттардың жылда қайталануы осыған дәлел депті. Осы сұрақты сіздерге де қойсам, Қайырбек мырза, шахтерлар қауіпсіздігіне кен иелері, яғни басшылары қаншалықты көңіл бөліп жүр? Жаңа айттыңыз. Жоқ, қазір шахталарда не шахты қазір жақсы қарап жүр, ана техника безопасностьға. Оларда қазір неше түрлі стандарттар бар, корпоративный дейма, золотые правила, бәрі бар. Бірақ та енді тез стеңдер деп заставлять етеді енді. Бәрі уже енді оған қарамайды бұл нелерге. Осы мәселені ескеріп өтейікші. Қымбат көрермендер, негізгі мәселе қазіргі таңда көптеген кен орындарда план, яғни жоспарды барынша орындау үшін өте жылдам әрекет жасау керек деген өздерінің тапсырмаларын, бұйрықтарын беріп отырады. Жанділда мырза, шахтерлар қауіпсіздігіне кен иелері қаншалықты көңіл бөліп жүр? Бір ауыз сөзбен айтып өтсеңіз, одан кейін тағы бірер қысқаша статистикамыз бар. Басшылық жағынан, дұрыс. Енді адамдар тарапынан түсіндік, енді қызметкерлердің өздері дер кезінде жаңағы шағымдарын түсірмейді, түсіргеннің өзінде басшылыққа ғана айтады да, кейіннен сол күйде жауып қоя береді. Басшылыққа ғана айтады, сол күнде жауып қоя береді. Ойды мен жаңа айтқан едім. Сонымен қатар басшылықтың нақты көңіл бөліп жүр ма, бөлмей жүр ма, ол туралы тек қана сараптама жүргізіп қана айтуға болады. Мен заңгер болғандықтан артық айтпай қояйын, себебі мен ол туралы соңғы кезде зерттеу жұмыстарына қатысқан жоқпын. Сондықтан ол туралы нақты деп жоқ деп айта алмаймын. Алайда осыдан бірнеше жыл бұрын, 5-6 жыл бұрын, 6-7 жыл бұрын еңбек кодексіне енгізілді аттестациялау. Ол техникалық аттестациялау және жұмыскерлерді аттестациялау. Жаңа сіз сөзіңізде айтқанда адами фактор туралы мен айтқан едім, соны қайталап айтып жіберсем. Бұл жерде нақты мамандар, сол жерде жұмыс істеп жатқан жұмысшылар, шахтерлер, олар қаншалықты өздерінің деңгейін қарапайым жұмыскер бола тұра, қызметкер бола тұра, өздерінің деңгейлерін қаншалықты біледі, өздерінің жұмыс жағынан қаншалықты жыл сайын аттестация бәрі нақты түрде, тиесілі түрде өте ме, әлде немқұрайлы өтіле ме? Осы жағынан жұмыс берушілерге кішкене өзім тілегім, мүмкін болса осы жағына кішкене назар аударсақ. Себебі бәрі ойластырып қарастырылған аттестация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен де неге осы апаттар тоқтамай жатыр әлі күнге дейін? Рахмет. Бізде мазалайтын осы сауал, неліктен осы апаттар жиі қайталанып келеді? Жаңа ғана цифрларды көрдіңіз. Тағы бір сандарға назар аударсақ, сонымен жұмыс барысында көз жұмғандар жалпы елімізде кез келген жұмыс, шахтада ғана емес. 2019 жылы өкінішке қарай 190 адам еңбек қызметте жүріп қайтыс болған, 2020 жылы 203 адам. Өндірісте көз жұмғандар басым көпшілігі Қарағанды облысы 36 адам, Шығыс Қазақстан облысы 24, Ақмола 20, Ақтөбе 20, Нұр-Сұлтан қаласы 13, Алматы қаласында 12 адам. Мегаполистерде мұндай көрсеткіш жоқ. Қарағанды облысында өте көп байқасаңыздар. Жұмыс барысында көз жұмғандар, бұлардың енді басым бөлігі жаңа биіктіктен құлап мерт болғандар, ұйымның көлігімен апатқа түсіп көз жұмғандар, қабырғасында қалып не түрлі заттардың құлауынан көз жұмғандар, қозғалмалы, айналмалы заттардың кесірінен көз жұмғандар. Бірден төлемақылар графикасына өтетін болсақ,
қаншалықты жиі уақытылы төлемақы төленіп келеді. Сонымен оқыс оқиға салдарының шығыны төленетін өтемақылар 1,9 миллиард, яғни 1 миллиард 900 миллион теңге төленген. Бір реттік жәрдемақы 1 миллиард 905 миллион теңгеге тең екен. Сонымен енді қайтадан осы жәрдемақы мәселесіне келер болсақ, қазіргі таңда Қайырбек мырза, енді сіз кеншісіз ғой. Бұған дейін сіздерге төленген, жалпы шахтерларға, кеншілерге төленетін қандай төлем түрлері бар? Өзінің негізгі жалақысы, одан бөлек жаңағы жеңілдетілген несие ме, басқасы бар ма? Бұдан бөлек жаңағы зейнетақы алып келген едік дедіңіз, бірақ кейіннен жоғалып кетті. Басқа да үстемақылар, өтемақылар. Қазір ондай жоқ қой деймін, пособия ғана бар, ана 53-те бір 2098 жылға дейін істеген адамдар 10 жыл істегенде, например. Оларда бар пособия, а басқаларында уже ондай ештеңе жоқ. Басқа пособия ештеңе жоқ. Шахтерлар зарплатасы ғана. Бір тек жалақы ғана өмір сүреді. Неліктен кеттіңіз осы қызметтен? Сол жаңа проблемалардан ғой. Ақшасы аз болды, сосын оборудованием бәрі ескі, өздерін табыңдар дейді. Например, ремонт жасайсың ғой шахтада. Ештеңе жоқ ремонттауға. Өздерін табыңдар, бірдеме ойлап тапқандар, қалай жасауға. Маза болмайтын еді, содан кеткен. Естеріңізге сала кетейік, Қайырбек мырза өз уақытында шахтер, яғни кенші болып жұмыс істеген, ішкі кухняны білет, былайша айтқан кезде проблемалардың басын көпшілігін біліп айтып беріп отыр. Қымбатты спикерлер, уақыт бөліп осы мәселеге назар аударғандарыңызға көп рахмет айтамыз. Бұл енді мәселе мұнымен ғана жабылмайтыны анық. Алдағы уақытта бұл тақырыпты өздеріңізбен тағы талқылаймыз деген үміттеміз. Көп рахмет, аман болыңыздар.